Сағат таңғы 4 көшеде машина жоқ. Ал мен ұйықтамаған причинасы қарыз 25-30 миллиондай қарыз и күнделікті қарыз адамдар звондап ақшасын сұраған кезде мынау іштей самооценкам құлайды. В общем, депрессия деген нәрсе осы кезде болады екен. В целом осы қарыздан шығу жолын қазір іздеп ойластырып жатырмын. Осы қарызбен өмір сүріп келе жатқаныма бір 3 жылдан асты. 50 миллиондай минус болған. Қазір бір 25-30дай қалды. Бірақ енді бүйтіп созып жүре берсем тағы 3-4 жылым кететін сияқты. Сондықтан тез құтылу керек деген шешімге келдім. Жолдарын іздеп жатырмын. Егер осы қарыздан шығу жолымды осылай түсіріп салып отыратын болсам, қарағым еліңіздер деген ой. Қолдайсыздар ма?